Қызым 7-де 1-ші сыныпта оқиды. Жеке мектепте оқиды, зияткерлік мектебінде жеке мектепте оқиды, Шымкент қаласынан. Мүлдем қазір бізге ешқандай мектеп тарапынан да көмек беріліп жатқан жоқ. Көмек болған, ешқандай көмек керек емес, хотя қызыңыз состояниесі қалай деп сұрап жатқан жоқ. Енді ғана міне ата-аналардың бәріне айтқан, ол өзі сама придумала қыз деп. Қыз қалай 7 жасар қыз осы нәрсе мақұл, менің қызым ойлап тапса да камераң алдамайды ғой. Камерада бәрі анық тұр. Прям қызымды отырғызғанның алдына, қызымды жібермей ұстап отқаны қолдан, қызымның жаңа мүшесін әкеп қызымның бетіне тақағаны бәрі тұр. Біздің сол мектептің директоры мүлдем ашпаймын да деді. Бізді қолап қуып шықты, мен күйеуіме қол көтеріп, керісінше біз ашу үстінде барып тұрмыз, бізге ешқандай не қылған жоқ. Күні шақырып, опергруппаны шақырып, сөйтіп өзіміз басында жүріп изымайт етіп, үйті келіп ата-анасы маған қайта-қайта қоқан-лоққы көрсетті бұл баланың. Кейін ең соңында кешірім сұрап жылады. Психологический давка болып жатыр маған барлық жан жақтан қазір. Қоя салмайсың ба, қоя сал, қызыңның бір жері аман ғой деп. Менің қызымның аман болғанмен, қоя салғанмен басқаның қызының аман қалатынына қайда гарантия? Что бұл адамның басқа балдарды барып ертең зорламайтынына қайда гарантия бар ма? Жоқ қой, мысалы мен қазір қойсам басқалардың баласын қоймайды ғой бұл. Үйге қызым келді жылап. Келді да бірден келіп жылап бөлмесіне кіріп кетті, маған түсініксіз болды. Барып сұрадым, не жағдай қызым деп едім. Мама ұят айта алмаймын деді. Ұят емес, айта бер, не болды деп, көтім ауырып тұр деді. Көт ауырған несі деп едім. Біздің ағай бір түрлі ғой деді. Жаңа мені деді, ағай деді, бірінші жаңағы келіп жанына деді, басымды алып деді, жаңағы кіндігінің астына қойды деді. Қай жеріне деп едім, жаңа жыныстық мүшесін көрсетіп тұр да, жаңағы астындағы жерін. Сол жерге қойды, аузыма қатты бір нәрсе тиді деді. Сосын аузыма тиді деді. Одан кейін бар, не шашадың ба деп айтты. Я шашадым деген едім деді. Онда кел деп өзінің орнына барғанда, барып шақырған ғой қызымды алдыма кел деп алдына отырғызып алған. Сөйтіп қызым айтады, мен алдына отырғызып алып жаңағыдай маған мүшесін, білмейді ғой бала, жаңа қатты бір нәрсені менің көтеніме тақады дейді. Сосын көтенім ауырып кеткен екен, аға мен көтенім ауырып кетті, жіберіңізші деген едім деді. Жаңа қолынан қинап ұстап тағы да отырғызып қойды дейді. Сөйтіп ақырында жұлқынып тұрып кеттім деп сөйтті. Тұрып кетіп қалдым деді. Директор шақырыңыз дедім, камераны ашайық дедім, ағайды шақырыңыз дедім, ағайына айтып едім, ағай жауап бере алмады, жылап отырып қалды. Не үшін бұлай істедіңіз деген жауап бере алмады, жылап отырып қалды диванда. Жаңа апайлары, директорлар камераны көтермейміз деп бізді қуалап шығып, жаңағы мені итеріп шығарып жіберді. Күйеуім келіп еді, жолдасымды ұрып директор шығарып жіберді. Мектептен есік құлтап алды. Кеше ата-аналар жиналып сол жерде ушу болған кезде ата-аналар айтып тұр, менің де қызыма тиісіпті деп 2-3 ата-ана айтып тұр қыздар. Жаңа қыздардың әуретті жерін ұстаған, сандарын сипалаған, алдыма отыр деген ол қыздарға, ол қыздар да жаңа отырмай қашып кеткен. Ата-анасы келіншегі келіп аяғымнан келіп кешірім сұрап жатыр. Кешірім бере салыңыз. Ең бастысы қызыңыздың бір жері аман ғой дейді. Аман деп сонда біз бәрін кешіріп педофилдің бәрін жере беруіміз керек па?